достар, сіздермен бүгін әдеттегідей мен Айкерім. Және бүгінгі видеода мен сіздерге алмазный джекпотты көрсетемін және оны ашатын боламыз. Алайда видеоны бастамас бұрын маған подписаться етіп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Себебі маған сонда қолдау қатты қажет болып тұр. Ендеше қазіргі кезде айтарым, джекпоттарға кіретін боламыз. Және менің бастайтыным осы джекпот, яғни бұл бізде әлі шықпаған, ал мынау тайваньский регионда уже шығып қойыпты. Және мынау главный приз, потому что мына жерде эмоциямен бірге қосады екен, ал екінші уже набор. Бірақ бұда эмоциясы жоқ бар екен. Так, қалғандары просто персонаждарына қарасаңшы, кім жоқ мына ішінде? Алып жоқ екен ғой. Негізінде прям күшті ойнау, арзиді ғой, үші там 9-45 алмазға айналдырсан. Даша, Каролина Алмауна бүкілі бар екен. Яғни золотой джекпот біздікіндей, бірақ мен оны айналдырғанның өзінде түсіре алған жоқпын на баланы. Бұл біздің негізінде обменінде тұр, бірақ бұл жерде, оказывается, золотой джекпот тұр екен. Келесі бізде алмазный джекпот. Яғни алмазный джекпоттың ерекшелігін айта кететін болсам, оның ішіндегісі просто вау дейсіздер. Ендеше ашайын. Мне вообще, это же нереально. Біздің регионда вообще мынандай өлсе де шықпайды. Онан қарасаңыздар, ішінде мында бар, тіпті мында бізде өзімізде жоқ қой, мынандай. Еще это просто вау деп тұр. Еще мына жерде ең күштісі мынандай азақ қой, мынандай. Бізде көп, өзі көп, потому что мен оны айналдырған болатын. Сол кезде маған мынандайларды 10 рет түсті, 10 рет берген. 10 рет түсті. Және бұл жерде эмоция беріледі. Және бізде шықпаған мынандай бас киім бар екен. Аты қалай аталатынын білмеймін. Бірақ мынандай бар екен, прикинь. Аңғарсаңыздар, просто күшті ғой. Және тағы да мынандай эмоция беріледі. Және мынандай киімдер. Мынау не деген рай дейсің. Просто аңғарсаңыздар, не деген күшті, мынау күштісін ай. И оказывается, осындай түседі екен, бұл регионда осындай екен. Ендеше көп күттірмей сіздерді бастағым келіп отыр. Сіздерге бастайын. Ал ендеше, так, бірінші попыткада айналдырып көреміз. Менде өзінде 21 купон бар екен. Соны айналдырып көреміз. Бірінші попытка кетті. Енді білмеймін ішінде не. Прикинь, очки ұтып алғансың ғой. Негізінде аккаунты түк жоқ та ішінде, потому что жаңада ашқан. Енді көрейік. Енді бүкілін бір-бірлеп айналдырғым келіп тұр. Себебі мына жерде бүкілін ұтып алуға шанс толып тұр ғой, толып. Бір-бірлеп ашам, парашют. Прикинь, эмоция ұтып алдым, мынандай ботский аккаунтқа. Эмоция. Біздің регионда ондайда армандайсың ғой. Просто ужас. Ема, достар, не деген күшті мынандай регионда тұру мен үшін вообще арман ғой. Келесінде бізге киім түсті. Және тағы мынандай түсті. Картасы құрғаннан. Ладно, пойдет. Екінші рет түсті. Парашют қайтадан түсті. Бірақ басқашасы. Тағы да парашют түсті. Мында қыздарки қарағатын етсін. Сондай ұқсас рубашка алдық. Мен бүкіл немді айналдырып тастаймын. Өзімнің немді. Абой, ойбай. Фон деген ой, фон. Кешірім сұрайым. Және мында прикинь, рюкзак қой, рюкзак. Рюкзак түсіріп алдым, бірақ главный призды әлі ұта алмадым. Так, мынандай тағы да екінші рет ұтып алдым. Ішінде көрейік не бар екен. Картасы құрғаны маған уже екінші рет түсіп жатыр. Уже үшінші рет ба, әлі төртінші рет шығып жатыр, но білмеймін. Прикинь, нақты ұтып алғансың ғой. Ойбай, не ном? Ой. Мен ойлап қалдым ғой, главный призді ұттым ба деп. Аяқ киім үшін осыншама қуанып. Просто мынандай ұтып алдым, керек емес бауырым маған. И мынандай, и просто ішінде ну ладно, спасибо. Короче, самый онша еместері бізге түсіпті, енді пойдет. Самый главный әйтеуір қарасаңыздар, эмоция. Надаска просто күшті ғой. Және рюкзак, мынандай рюкзак бізде ондай жоқ, вроде әлі білмеймін.
Енді келесі видеода мен осындай тағы да купондарды жинап, бүгін түсіріп көрсететін болам. Себебі менің купондарым уже бітіп қалыпты. Енді келесі видеода мен тағы да жинап, осыларды түсіретін боламын. Міне қарасаңыздар, ойбай, эмоциялы келген жоқ екен. Қазір киетін боламыз. Мен плоский аккаунт фонда. Анытып алған сондай халява, блин. Какой-то купон, это просто вау деп тұр ғой. Және мен ұтып алғандарым очки. Менде персонаж жоқ. Қарағаттың киімі. Ой, спасибо. Так, сосын аяқ киім. И мынандай керек емес нәрсе. Және міне осылар екен маған түскені. Болды. Менде вкус жоқ деп ойлағанмын. Мынау просто күшті ғой. Оказывается, набордың аяқ киім екен ғой. Мен ойбай, қыз киіне алмайды деп жүрмейді, просто менде енді выбор жоқ. Не киерімді білмеймін, сол себепті осылай киімге тура келіп тұр. Ендеше сіздерге көп-көп рахмет осы видеоны көргендеріңізге. Сіздерге айтарым, подписаться етіп, осы видеоға лайк басып кетсеңіздер, мен келесі видеоны шығаратын боламын.